Ұлы сөздің яты жоқ. Тоқал алмай-ақ көттеріңе қараңдаршы. Дүние жүзі бойынша ажырасудан бірінші орында тұрсыңдар. Еще ұрпақ көбейтіп, нәпсі қандырғыларың келеді. Көттеріңе қараңдар. Әскерге шабытпен жіберген баланың табытын құшақтатқызып қойып отырсыңдар. Ажырасудан бірінші орын алып отырсыңдар. Кедейліктен бірінші орын алып отырсыңдар. Суицидтен бірінші орын алып отырсыңдар. Сөйте отыра тоқалдан сайды ғой өңшің нәпсі құмарлар. Шамаларың жетпейді тоқал асырауға, біріншіден. Екіншіден, үйдегі бәйбіше текті жаны, тәні таза болса, сендей нәпсі құмарды бір күнде байғымайды. Мен оған сенімдімін. Көшенің жәлебін алып келіп, үйіндегі бала шағасының өзінің адал тағдырына араластырмайды. Егер ол қаны қайнап тұрған қазақ деген батырдың ұрпағы қызы болса. Так что көттеріңе қараңдар, тоқал алғыштар. Тоқалды алып атқан кімдер? Депутаттар мен министрлер. Соны заңдастырғысы келіп отыр. Ана бір журналист айтып еді, креслода отырған жас қатынның бәрі кім-кімдердің челептері, проституткалары деп. Рас екен. Кейбір тексіз, арсыз қазақтың қыздары әкесімен жасты еркектің одноразовый тряпкасы болып мансапқа, кожаный креслоға еге болып отыр екен. Сендерге жаным ашиды. Әйел заты деген 24-те 7 ерінің еркелігін, еріне еркелігін жасап, қызы мен ұлының көзін жәутеңдетпей, әкенің махаббатына тойдырып, ерінің әйелдік махаббатқа тойып отыру керек. Отырыңдар сол кожаный креслоға бола, өздеріңнің жас ғұмырларыңды шалдарға уақытша сыйға тартып, есікке телміріп, бәйбішеден қашан босайды екен ана шал деп отырыңдар. Ал сендердің тоқалдар, туған балаларың не әкенің махаббатына, не отбасылық махаббатқа тоймай өсетін болады. Бірінші бәйбішенің бала шағасынан босамай, сендерге материалдық тұрғыдан жағдай жасайтын шығар, бірақ моральдық тұрғыда сендер жесір, жетім, жетіспеушілікте өтесіңдер. Терезені толықтай алып тастады. Осы уақытқа дейін біздің материалдарымыз ескі болғандықтан, кішкене сапасы төмен болғандықтан, осы жыл сайын бізде бір проблема. Қыс басталса бітті, үйдің іші деген дауыс шығып тұрады. Суып кетеді. Қуанып тұрған жайым бар. Барлық бөлмелерді ауыстырып, жаңа жатырмыз. Терезені алып тастап, толықтай ауыстырып жатыр. Жаңадан салып жатыр. Өте жақсы деген баға қоям. Мен кино әлеміне басқан қадамым кеше ғана. Көп нәрсе түсінбей тұрсам да, мен алға тарта бердім. Аллаға сан шүкір. Киношниктердің барлығы қазір түсініп қарайды. Өйткені бәленбай жыл кинода жүрген адамдардың өзі бір сүрініп, бір тұрып жатыр. Бірақ талмай алға кетіп бара жатыр. 28-ден астам локация, Астана қаласы, Қазмедиа, Шератон, мықты мен деген ғимараттар, Ламборджини. Мен бұл жерде еліміздің, Астанамыздың әдемілігін көрсеткім келді. Әдемі киінген жандарды көрсеткім келді. Костюм шикарный, барлығына жұмыс жасалып, мықты мамандар шоғырланып жұмыс істеді. Достықты бағалау, махаббатқа деген адалдық, өтірік көзбояушылық дүниелер барлығы көрсетілген. Мәні бар әдемі кино. Мен өзіме 5 деген баға деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын, достар. Кімге не тілейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді ертіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғарыдан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін. Баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Не істейміз? Біз қолымыздан келген жасадық, шақырдық. Мүмкін ол кісінде әлі алда ғой. Кәдімгі көрермендердің естерінде болуы мүмкін. Бақыт өлең айтып тұрады новогодний концертте. Алдында бүйтіп, қайрат билеп тұрады. Көз алдың елестетіндір ме уже?
бақытты поддерживать етіп қолдап қасына Енді күйеуі ғой. Оны күйеуі қолдамағанда кім қолдайды? Конфликт болды енді екеуі. соны айтыпты, нақты қандай себеп болған кейін ашылып айтыпты ғой, мен көрген жоқпын. Мен де көргенмін. Мені сахнаға шығармады деп. Иә, видеодан көрдім ғой, телесіндан. Көрдім өз-өзіме. Бірақ атын атап түсін. Бірақ бір жаман жері жекеге кетіп қалған дұрыс болмады. Иә. Дұрыс болмады. Видео айтқан екен, мен айттым, айтпады ма? Егер де сен осы бақытты сахнаға шығаратын болсаң, мен сенімен ажырасамын деп айтқан екен. Ақыры ажырасты ғой депті. Мысалы, Дәл осыны айтты ма? Иә, айтты. Тауып қойып қойсаңдар болады деген не істесе. Сол кезде шығарайықшы осы бақытты деп, негізі туып бір жағынан аяп кеттім, жарайды, шығарайықшы сахнаға. Егер де осы концерт шынымен де әсер етіп оны жұлдыз қылып жіберетін болса, Деп идея тастаған. әп-әдемі түрі бар, дауысы бар, Красотка. иә, фигурасы бар. Жоқ, просто уақыты келмей жатыр, мәке болды. Кез келген адам өз Бірақ уақыты келеді. мынандай жолмен, хайп жолмен біреуді жамандап атақты болмай қойды. Демек ол кісіде обида қалып кеткен ғой, түсінатсыз ба? Өтірік сөзге сенбеңіздер, деп Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. TikTok деген әлемде мен отырмаймын, қолданбаймын. Менің атымнан жазылған неше түрлі өтірік сөздерге сенбеңіздер. Мақсаттары әдейі намысқа тиетін сөздерді жазып, елдің назарын аудару және комментарий жинау. Адвокаттар бұл мәселеге қатысты жұмысты аяқтап қалды. Көзі ашық, көкірегі ояу 21 ғасырда өмір сүріп жатқан жандарым, жасанды интеллектті ажырата алатын шығарсыздар. Не болса да соған сене берудің қажеті жоқ деп өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Соған орай осы сөзіне нақты сүйене отыратын болсақ, қазіргі таңда TikTokта жалған мәліметті таратып жатқан қыз-келіншектерді Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы Айман сотқа беруге дайындалып жатыр. Ол туралы өзі толыққанды жазып, сторисында да Инстаграм парақшасында белгілеп, нақтылап кетті. Алдағы уақытта тағы да ақпараттармен бөлісетін боламыз. Каналға жазылыңыздар. Мен де үлкен бақытқа лайықпын деп біреудің азаматына жармаспаңыздар. Менің атым Мөлдір. Егер сіз маған 2 жыл бұрын өміріңізде ең маңызды адам кім деп сұрақ қойғанда, мен өзімнен басқа бәр адамды атар едім. Ештеңе ойламаңыз, мен бақытсыз болған жоқпын. Мен бәрін жасадым, қызмет еттім, қолдау болдым, армандарын орындалсын дедім, тырыстым, кешірдім, шыдадым. Сол өмірдің қарбаласының арасында өзімді, мақсаттарымды, бір кездері армандаған кішкентай Мөлдірді ұмытып кетіппін. Бақытты болғанын қалаймыз. Қазір мен 42 жастамын. Егер дәл осы сұрақты бүгін қойсаңыз, мен айтар едім. Менің өмірімдегі ең маңызды адам өзім. Иә, отбасым өмірімдегі қымбат бөлігі. Бірақ мен ана ретінде балаларымның армандары, мақсаттары, ниеттері маңызды екенін көрсете алсам, мен ана ретінде міндетімді орындап жүрмін. Қазір мен өзімді жақсы көруді үйреніп жүрмін. Күліп, қайтадан жинақталып, өзімді сенімді ететін, әдемілікке тартатын, жақсы косметика алып, өзімнің ең жақсы версияма айналып келемін. Мен өзімді қайтадан қалыптастырып жатырмын. Қыз-келіншектер, құрбыларым, қазақтың арулары, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Таңдаңыздар, жаныңыз қанша уақыт сұраса, өзіңізге сонша уақыт бөліңіздер. Әрбір әйел бақытты болуға лайықты, деп Мөлдір Мұқанова өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Құрметті қыз-келіншектер, Мөлдір Мұқанованы қолдаңыздар және өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мөлдір Мұқанова өзінің жақсы жаңалығымен бөлісті. Сенбей тұрмын, айтатын кез келді деп Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Қайрат Нұртаспен дуэт жазуға дайындалып жатырмын. Әлі де өзім де сенбей тұрмын. Өмірде талай рөлде болдым. Ана, жар, кәсіпкер, келін. Енді өнерімен қайта бөлісетін шақ туды. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қайрат Нұртас пен Мөлдір Мұқанованың дуэті қандай болады деп ойлайсыздар? Қандай жанрда естігілеріңіз келеді? Өмір жайлы, әлде махаббат жайлы? Күтіңіздер, жақсы ән болады деп сенеміз, деп ол өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Сұхбаттан кейін балаларға хабарласты. Балалармен сөйлесті, әдемі басқа елде оқып жатыр, сөйтіп қызына
әдемі саған рахмет деп айтқан екен. Папа сен жүрек елжіреп кішкене дауыс дірілдеп тұрған екен. Әдемі папа не үшін рахмет айтып жатсыз, сіз менің папа әкемсіз ғой, папамсыз ғой, мен де сізді сағындым, сізге рахмет хабарласқаныңызға деп жауап берді. Басында енді жүрегі өте кең адам ғой негізі, уақытша қателік. Енді дәл сол уақытта енді өзің айттың ғой, телефондары блокқа кеткен деп. Ол сәтте мен өзінің қасында болмағаннан кейін Тұрсынбек өзі блоктады ма, әлде қасындағы адамдар блоктады ма, біз білмейміз ғой. Сондықтан айтып жатырмын ғой, мен тек факт айтам. Қаншама уақыт біз хабарласпай қалғандықтан жазбаларымызға жауап берген жоқ. Бірақ галочка дейді ғой, сондай ғана барып тұрды. Телефон звонок қоңырауымыз бармады, байланысқа шыға алмай қалдық, қиналып кеттік, сағындық, жыладық. Әсіресе Айару мен Нұриман дедім, ол бала мектепте балалармен төбелесіп қалып, сондай сәттер болды. Енді оның бар қайбірсіз бірін айта бересің. Сол сәтте эмоцияға беріліп айтып қойдым енді осыны. Киғырын кигізіп жібердік мысалы. Ал біз ол кісілердің мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оның жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтерді дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан отастығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан. Сөз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниет тілейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді ертіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғардан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін, баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Очкиларын кигізіп жібердік мысалы. Ал біз ол кісілердің мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оның жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтерді дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан отастығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан. Сөз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниет тілейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді ертіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғардан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан.
Аллаға сан шүкір деймін, баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Очкиларын кигізіп жібердік мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай ақ қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сіз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беріңдер осы айтқан. Очкиларын кигізіп жібердік мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай ақ қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сіз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беріңдер осы айтқан.